Сәлем достар, біз бүгіннен бастап 100 жаңа оқулық жобасы аясында қазақ тіліне аударылған кітаптарға шолу жасайтын боламыз. Соның бірі мынау Оксфорд университетінің баспасынан шыққан Media and Journalism кітабы. Бұл кітап 2015 жылы ағылшын тілінде шыққан, әлі бізге жақын тілдерге орыс немесе түрік тілдеріне аударыла қоймаған тың еңбек. Сіз қолыңыздағы қалтафон арқылы қандай да бір оқиғаның куәгері болып түсіретін болсаңыз, және оны өзіңіздің әлеуметтік медиадағы парақшаңызда жарияласаңыз, сіз де медиа мамансыз. Коммуникацияның мобильділігі дамыған сайын медианың формасы да, медианың берілу ыңғайы да өзгерді. Осылар турасында керемет талдаулар жасалады. Ең алғашқы Грекиядағы агоралар, Римдегі форумдардағы талқылаулар осы медианың алғашқы платформалары болды дейді. Кейін Гутенбергтің баспастануы шыққаннан кейін медиа жаңа бір биік сатыға көтерілді. Ең бірінші тарау қоғамдық сфера деп аталады. Джон Уилкс сынды керемет медиа магнаттардың осы журналистиканың тұғырын көтеріп берген ерліктерінен бастап бері қарайғы кейінгі осы медиа саласын дамытқан Джулиан Ассанж немесе тығылып тұрған ақпараттың өзін елге жайып салған Эдвард Сноуден сияқты информаторлардың негізгі деректерін, солардың кейстерін ұсынады. Дәл сол сияқты радионың түлеуі дейтін арнайы бөлім бар. Сонда мысал үшін 21 ғасырда бүткіл әлем өркениеттің жемісін көріп жатқандай болады. Ал бірақ әлі күнге Африка елінде, аш-жалаңаш елдерде, сауатсыздық жайлаған елде қауымның дабылының негізгі қызметін атқарып тұрған радионың күші мықты дейді. Кино жетінші өнер деп аталатұғын арнайы тарау бар. Кинодағы айтылатұғын ақпараттар, кино арқылы жететұғын қоғамды тәрбиелеуші факторлардың барлығы да не айналып келген кезде медиа. Медиа дегеннің барлығы сіздің қалтафоннан, смартфоннан жіберген SMS хабарменен осы киноға дейінгі кез келген платформалар арқылы жетіп жатқан ақпараттың барлығын біз медиа деп аламыз. Оның сыртында конвергенция дейтін тарау бар. Бұл конвергенция тарауында нені айтады? Мысал үшін, әдеби Гарри Поттер шығармасы жазылды делік. Осының кино форматы шығады, анимациясы шығады, одан кейін аниме мангалар шығады, және комикс кітаптар шығады. Демек, осы бір дүние идея ортаға тасталады, және оны біз медиа индустриялар қайтеді, оны осындай бірге кешенді түрде алып шығады. Бастан аяқ жұмыр және тек қызықты кейстер арқылы сізді ынталандырып отырады. Және әрбір тараудың аяғында пысықтау сұрақтарын қояды. Сіз осы айтылған дүниелерді қаншалықты түсіндіңіз, және соған өзіңізше жауап бересіз. Біздегі журналистік зерттеулерді әрі қарай дамытуға жаңа серпін беретін кітап. Сосын журналистік этиканы біз қаншалық сақтай алып жүрміз. Ол үшін әлемдік этиканың негізгі нормаларына жеке-жеке тоқталып өтеді. Бұл кітап қазір барлық жоғарғы оқу орындарына таратылған. Қазақстанның ашық университетінен оқысаңыз болады, немесе Кітап.kz сайтынан мобильді қосымшалар арқылы оқи аласыз. Оқып шығыңыз, ой бөлісіңіз, бізге сіздің пікір қымбат.